Сәлем достар, қалыпты екігінің жалғасы. Бүгін біз өткендегі сабақтың жалғасы ретінде осы сурет бойынша талдайтын боламыз. Еске түсіре кетсек, біз үш негізгі отведениені 1, 2, 3 және де үш күшейтілген отведение АВР, АВЛ, АВФ және де 6 кеуделік отведениені білеміз. В1, В2, В3, В4, В5, В6. Және біз өткен схемадағы осы тішелердің кез келген отведениеде осындай P, Q, R, S, T тішелері және де интервал, сегменттер, комплекстер бар екен білеміз. Олардың нормаларын жаттап алды деп ойлаймын сіздерді. Енді осы отведение бойынша егер белгілі бір патология болатын болса, ол жүректегі осындай көріністерді беретін болады. Мәселен, мына сурет бойынша біз кеуделік электродтар қарастыратын болсақ, 6 В1-ден В6-ға дейінгі отведениеде, мысалға міне жүрек орналасқан. Осы жердегі, яғни осы 6 электродтың қойылуын қарастырайық бірінші. Яғни В1 бұл төстің оң жақ қыры бойынша 4-ші қабырға аралық, В2 төстің сол жақ қыры 4-ші қабырға аралық, дәл осы бағытқа қарамақшы. Одан кейін В4 қойылады, сол жақ бұғана ортасызлығы бойынша 5-ші қабырға аралық. Ал В3 бұл В2 мен В4-тің аралығына қойылады. В5 осы В5, В6, В4 бұл бір линияда, яғни 5-ші қабырға аралықта қойылады. В5 бұл алдыңғы қолтық линиясы бойынша 5-ші қабырға аралық, В6 ортаңғы қолтық линиясы бойынша 5-ші қабырға аралық. Енді дәл осы жерден көре аламыз, нені көреміз? Осы отведениелер жүректің қай бөлігі бойынша қарайды. Яғни егер белгілі бір патология болатын болса, осы отведениелер бізге сөйлеп береді. Мынандай сызықтар бар, яғни сол қандай патология жататын. Мысалға В1, В2, В3 бұл алдыңғы қабырға аралықтар бойынша, міне В4, В5 бұл бүйір қабырғалар, яғни көбінесе бұл жүректің былай бөлетін болсақ, бұл көбінесе сол жақ қарынша бойынша айтылады. Ал В5, В6 бұл яғни жүректен сыртында орналасқан линиялар. Ал бұл жердегі патологиялар болатын болса, яғни мысалға R тішесі айттық қой, QRS комплексі біздерде қарыншалардың жиырылуы деп. Егер сол жерде R тішесі үлкейетін болса, немесе H тішесі, ол патологияларға байланысты, яғни осы отведениедегі, отведениеде мысалы оң жақ қарыншада ма, сол жақ қарыншада ма, соған байланысты. Егер сол жақ қарыншада болатын болса, осы В5, В6-дағы R тішелері өте жоғары болады. Себебі бұл жерде мынандай гипертрофия болады, бұл шөйт үлкейеді. Яғни ол жерден қозу өте ұзақ жүреді, сондықтан R тішесі өте биік болады. Яғни ол биік болу себебі осы В5, В6-да биік болу себебі осы былай қарай үлкейетін гипертрофия болады. Міне біздердегі локализация бойынша, яғни белгілі бір патологиялар болады. Мысалға, бір АВЛ болса алдыңғы қабырға, 3 АВФ болса артқы қабырғасы бойынша, В1, В2 перегородка дейді, В3, В4 яғни жүректің түрткісі, яғни жүрек ұшы, В5, В6 бүйір қабырғасы делінеді. Енді одан кейін мына нормальный экгені талдайтын болсақ, біз өткендегі айтқан алгоритм бойынша, яғни бірінші ритм бойынша айтамыз. Ритм синусты емес. Синусты екені біз қайдан білеміз? П тішесі арқылы. Міне нормальный экгіде міне П тішесі бұл Q тішесінің алдында, П тішесі бұл жүрекшелердің жиырылуын білдіреді. Басында осы көтерілген жері бұл оң жақ жүрекшенікі, ал одан кейінгі бұл сол жақ жүрекшенікін білдіреді. Яғни егер осы алдыңғы бірінші сол жақ жүрекше, одан кейін оң жақ жүрекше дилатация немесе гипертрофия сондай бірдемелер болатын болса, патологиясы бұл кезде былай қарай жоғарылап кетеді. Ал егер оң жақ жүрекшенік болса, онда П тішесі былай кетеді, өте биік болады. Ал сол жақтікі болса, бұл жерде ПQ-дің ұзақтығы мысалы 0,10 секунд болатын болса, бұл кезде 0,15, 0,20 болады. Өйткені сол жаққа қарай қозу өте жоғары болып тұр. Міне П тішесі, міне барлық комплексте бар. Міне П, Q, R, S, T. Осылай. Синусты емес деген осы П тішесі болмайды изолинияда, немесе отрицательный, яғни теріс болуы мүмкін. Одан кейін регулярлы емес. Оны қалай білеміз? Бұл RR комплекстер, яғни аралығы қаншалықты тең. Яғни егер аралығы бірдей болатын болса, онда регулярлы деп аталады. Арғақты. Мысалы, мына жерде 1, 2, 3, 3 үлкен 4 бұрыш квадратик. Одан кейін мына жерде біреу, мына жерде 1, 2, 3, 3, 4. Яғни общий 4 үлкен квадратик бар. Яғни бұл жерде 4 деп алатын болсақ, мына екінші жағында қараймыз. 1, 2, 3, одан кейін 4. Яғни 4, 4. Екеуі тең болып тұр. Мына жерде де 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ырғақты. Одан кейін EOS, яғни жүректің орналасуын қараймыз. Бұл жерде жүректің орналасуға мына жерде бірінші отведение, екінші, үшінші отведениеге қарағанда биік болып тұр.
мысалы міне 1 2 3 4 5 9 10 11 жоғары қарай кеткен, яғни 12-де. Мына жерде 5 10 не 10 болып тұр, яғни бірінші отведение жоғары. Яғни ол бірінші отведение жоғары болатын болса, жүректің солға қарай ағысуы, яғни отклонение налево дейміз. Одан кейін EOS-тан кейін волтаж. Волтаж дегеніміз осы әртішесінің осы қаншалықты қозып тұр, яғни осы қозғамдағы амплитудасы, яғни биіктігі қанша. Мына жерде біздерде нормасы көрсетілген, міне 10. Яғни осыған жеткілікті болатын болса, біз волтаж жеткілікті дейміз. Өте аз болса, егер дәл осындай болса, волтаж төмен дейміз. Ал егер жоғары болатын болса, мысалы былай кеткен, ол қай кезде болады, яғни гипертрофия сондай кездерде болады. Бұл кезде біз волтаж өте жоғары дейміз. Одан кейін волтаждан кейін ЧСС-те есептейміз жүректің соғу жиілігін. Жүректің соғу жиілігін қалай есептейміз? Осы әртішесінің жоғары аралығына байланысты. Біз жаңа 3-еу 4-еу деп айттық. 4-еу дегеніміз бұл жерде осының жылдамдығына байланысты. Яғни мына жерде егер 25 мм секундына көп кезде 25 мм секундына жазылады. 25 мм секундта оның формуласы 60 бөлінген 0,04, яғни бұл 1 секундтағы. Ал біздерде қанша кішкентай 4 болады, бұл 20-сы болды. Яғни бұл жерде шығады 60 бөлінген 0,8, 60 бөлінген 0,8, яғни 75 болады. 75 минут, 75 рет минутына. Одан кейін мына жердегі диагнозды қоямыз. Бұл жердегі диагноз, яғни ритм біздерде ырғақты болды, яғни ритмге байланысты патология жоқ. Одан кейін осы QRS комплексін есептейміз, яғни осылардың ұзақтығына байланысты. Біздерде мысалы P 0,10 секундқа дейін мына жерде есептесек, мына жерде 1, 2, бұл 25 мм секундта, яғни 0,08, бұл қалыпты. Одан кейін PQ, ол да 0,08, PQ 0,08 болатын болса, мына жерде мысалға біреу ғана, мына жерде де біреу, яғни ол 0,04 қалыпты. Одан кейін QRS 0,10 секундқа дейін, 0,10 секунд, мына жерде біреу, екеу, мына жерде біреу, мына жерде біреу, кешіресіздер, яғни 0,04 болды. Енді біздерде басқа ST депрессиясы, жоғары элевациясы, депрессиясы ешқандай жоқ біздерде. Сондықтан бұл қалыпты EKG деп айта аламыз. Егер бұл жерде ритм қалыпты емес болса, яғни немесе осы жерде 2 RR қалыпты болып, осыдан кейін мысалы мына жерден сразу PQRS деген қайтадан бір жүректің қозуы жақын тұратын болса, одан кейін қалыпты болатын болса, мысалы экстрасистола деген патологияларды, немесе жаңа подшесінің ұзаруын, яғни қозуының ұзақтығы, QRS-тің ұзаруы, осы әртішелерінің дым биік болуы, немесе S-тішесінің дым терең болуы, осы ST комплексінің, ST сегментінің, кешіресіздер, осы элевациясы немесе депрессиясы болатын болса, осындай патологияларды жазамыз. Бүгінге осы, келесі сабақта жүздескенше.